Амина, сен кола неге алып келесің балабақшаға? Коланы білесің бе? Асқазаныңды және тісіңді құртады. Ай-яй-яй! Саламатсыздар ма? Менің атым Қайрат Амина. Мен 5 жастамын. Саламатсыздар ма? Мен номер 36-шы бүлдіршін бөбекжай балабақшасының Айгөлек тобының тәрбиешісі Бибігүл Ибраим қызымын. Бибігүл Ибраим қызы айтты, Кока-кола ішуге болмайды, ол зиянды деп. Әрине, дұрыс айтасың. Кока-кола өте зиянды. Ол тісіңді және де асқазаныңды құртады. Сен оны тәжірибе жасап көргің келе ме? Я, білгім келеді. Жақсы, онда тәжірибе жасап көрсетейін. Міне, біздің тісіміз кальцийдан тұрады. Кальций дегеніміз мына жұмыртқадан білуімізге болады. Сондықтан тәжірибе жасаймыз. Оны жасамастан бұрын 2 стаканды не істейміз? Аламыз. Ішіне жұмыртқа саламыз. Міне, біреуін салайық. Екіншісін салайық. Екеуі асқақ көтерген жұмыртқаларымыз. Біреуіне не құямыз? Су қоямыз. Су құя қояғы. Біреуіне су құямыз. Қой, жақсы. Екіншіне Кока-коланы құямыз. Ой, ана, құя қой. Мұны қандай көрдің бе? Газ түзімен не шығады? Міне, Кока-коланы құйды. Енді ол бір кішкенеден кейін оны бақылаймыз, жақсы ма? Сондықтан бақылау үшін оны бұна қарай қойып қоя тұрайық. Бақылаймыз екен. Енді қара, алдымызда мынау ас содасы. Ас содасымен де тәжірибе жасауымызға болады. Салайын да мен. Қара. Келесіне салайын. Қара. Не істеді? Су көтерілді де, жоғары көтерілді. Ал мына коламыз көтерілді. А су көтерілді ме? Көтерілген. А коламыз көтерілді. Сондықтан да біздің асқазанымыздың ішінде осындай көтерілген кезде ішіміз үлкен болып кетеді. Сен ішің үлкен болсын ба? Болмасын. Сондықтан да бұны ішуге болмайтынын көріп отыр. Енді келесі жаңағы немізді көрейік. Жұмыртқа салғанымызды. Мина, қара енді. Жаңа екеуміздің қойғанымыз ғой. Стаканда тұрған коланы жаңа неге салып қойдық? Жұмыртқа салдық. Судың ішіне не салдық? Жұмыртқа салдық. Оның ішінде кальций дедік. Енді қараймыз. Мына судың ішіндегі жұмыртқаның түсі қандай болып тұр? Ақ болып тұр. Ал енді коланың ішіндегін шығарайық. 1, 2, 3 қандай? Қандай түсі де? Не қандай болып кеткен екен? Қап-қара болып кеткен екен. Ал енді мұнан бақылап қарайықшы, қандай жақынырақ қарайық. Бүдір-бүдір болып тұр ма? Иә. Бүдір болып тұр. Ал енді сен түсінің қандай болғанын қалайсың? Ақ болғанын қалайсың? Ал мынандай болғанын қалайсың ба? Так, Амина, қарашы, енді біз Кока-кола ішеміз ба? Ішпейміз. Неге ішпейміз? Ол өте зиянды. Зиянды. Нені бұзады екен? Тісімізді, асқазанымызды, исімізді бұзады. Бұзады, дұрыс айтасың. Сондықтан да біз ешқашанда Кока-кола ішуге болмайды, дұрыс айтасың. Біз әрқашанда сумен табиғи шырын ішеміз, дұрыс айтасың. Табиғи шырын ішеміз. Денсаулығымыз мықты болу үшін табиғи шырын ішуіміз керек. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Қош сау болыңыздар.